Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын етті бәліш, яғни мясной пирог әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге не қажет? Ең алдымен ұнды аламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Айран қосамыз. Өсімдік майын қосамыз. Тұз және ашытқыны салып, жақсылап алдымен қасықпен араластырып аламыз. Әр ингредиенттің нақты мөлшерін мен видеоның астына жазып қойдым, сол жерден қарауға болады. Одан соң осылай қолымызбен қамырымызды иілеп, орап, жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз. Енді біз начинкасын жасауға кірісеміз. Начинкасын өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Ең бастысы бізге фарш керек. Одан кейінгі ингредиенттерді өз қалауыңыз бойынша қоса берсеңіз болады. Мен болгар бұрышын қостым. Пияз, тұз және түрлі дәмдеуіштер, яғни бұрыштарды қостым. Паприка, қара бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз және бұрыш дәмдеуіштер етімізге сіңгенге дейін қолмен де араластыруға болады. Бетін жауып қойып қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз өте тамаша болып көтерілді. Бұл рецепттегі қамырдан сіздер 2 пирог пісіре аласыздар. Қамырды 4-ке бөліп алдым. Екеуін үлкен, екеуін кіші етіп ораймыз. Астыңғы бөлігіне кететін қамырымызды үлкен етіп аламыз. Жайып аламыз жақсылап. Жұқалығын өздеріңіз қарайсыздар, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Қалың болған қаласаңыздар, қалың етіп жаюға болады. Пергамент қағазының үстіне жайып, енді біз начинкамызды, дайын начинкамызды үстіне саламыз. Жақсылап біркелкі жайып аламыз. Енді үстіне кішірек етіп кесілген қамырымызды өз қалауларыңыз бойынша орап шықсаңыздар болады. Екеуін біріктіріп, косичка етіп мен екеуін бірге біріктірдім. Ортасын міндетті түрде аздап тесіп қоямыз, ауа кіріп тұру үшін. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Үстін қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыз болады. (250 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің тәтті дәм. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Ауызда ериді десе де болады.